Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз бауырдан котлет дайындайтын боламыз. Құрамына ұсақталған жармақ қосатын, сондай дәмді болып шығатын котлет дайындайтын боламыз. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал кеттік. Ол үшін бізге тазартылған, жуылған, пленкасынан алынған бауыр қажет. Мөлшерін мен сипаттамада жазып қоямын. Және пиязымызды турап, үккіштен өткізіп аламыз. Және жұмыртқа, тұз, қара бұрыш, мен кориандр да қостым, және манка қостым. Сонымен қатар бұған ұнды қосамыз, шамалы ғана, көп емес, және соданы уксуспен немесе лимон шырынымен көпіртіп аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, тапамызды, майымызды құйып, қыздырып, ақырын ғана осылай шамалы мөлшермен котлеттерімізді құя бастаймыз. Дайын болған кезде екінші жағына аударып, отты сондай қатты қоймаңыздар. Гарнир ретінде күрішті және подлив ретінде мен сарымсақ пен пиязды қуырып, кішкене майонез қосып және сарымсақ қостым. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер.